Кабинетке кірген сәттен бастап барлық сұраққа келіннің орнына енеш жауап берді. Әңгіме басталмай жатып лайк басып, тіркеліп қолдап кетіңіздер. Бұл мен үшін өте маңызды. Бүгін қабылдауға жас келіншек сүт безіндегі ауырсынумен келді. Бірақ кабинетке кірген сәттен бастап барлық сұраққа келіннің орнына енеш жауап берді. Ол баланы дұрыс емізбеді. Тары қосылған шайды аз ішті. Біз ыстық күлше басып едік, содан кейін ісініп кетті. Өзі тыңдамайды. Ал келін үнсіз отырды. Тек көзқарасынан шаршаған байқалады. Қарау барысында сүт бездерінің терісі күйікке ұқсас зақымданғаны анық көрінеді. Ыстық лепешкамен емдеу бұл халық ем емес. Бұл тың дерт жарақаттау. Ең маңызды сәт. өзі қабірге кірмек болды. Бірақ мен рұқсат бермедім. Себебі пациент енес емес, сол келіншек. Оның жеке құқығы, шешімі, дауысы бар. Кейде дәрігер болу бұл тек диагноз қою емес. Кейде сен пациентке сіздің де сөйлеуге, шешім қабылдауға құқыңыз бар деп еске салатын адам боласың. Құрметті ене, свекровтер, көмектесу мен толық бақылаудың арасы өте жіңішке. Ал жас аналарға айтарым, өз денсаулығыңызға қатысты мәселені өзіңіз сөйлеуден қорықпаңыз. Бұл сіздің құқығыңыз.